Егерде сенің жігітіңнің байқасында осындай крыло и крышасы осындай карбон болатын болса, сен ол жігіттен айырылып қалма. Себебі бұл көлікті алатын адамдар табиғатта сирек кездеседі. Назарларыңызда настоящий M5 F90 Competition. Стала встречаться. Шоу-герл в этом клубе просит снять очки. Ночные бабочки на блоке знают, что я псих. Go hard, quick fuck, маме замолчи. Это Камас Утро Флоу, я их научил. Young Rich. Ал бүгін обзорда осындай M5 көбісі бізде F90 мен G3-ті салыстырып атады. F90-ны в принципе алып керек емес, просто так G3-ті алып Stage 3, Stage 2 арасы салу керек болды деп ойлап жатады. Мен сіздерге айтайын, қанша G3-ға Stage 2, Stage 3, Stage 4 ұрсаң да, по-любому мынаның жүрген жүрісін, мынаның берген эмоциясын MK-дай бола алмайды. F90 спорткарлардың арасында Camry сияқты. Неге? Себебі қандай спортивный машиналар шығады, Mercedes, Porsche, Audi, қандай көліктер шықса да, осы F90 мен салыстырып атады. F90-дан қатты жүре ма, F90 мен жарыстырғанда кім алады деп. Тура көліктердің арасында бұл, короче айтқанда, Camry ғой. Жарысатын болсаң, любой Lambo, Ferrari да сен бір заездбен ақ жазалап жүре аласың. Бұның бізде алдыңғы поколение F10, задний привод 560 лошадка болған болатын, ол өте бізде неуправляемый, таза дикий болатын. И сол оқылықтың орнын толтырып, бұл жерде бізде полный привод қылды. Машинаны кез келген уақытта задний и полный қылып конфигурация жасай бересіздер. Машина бір сөзбен айтқанда безотказный ғой. Кез келген Audi, кез келген Mercedes E63, GT63 любойын жазалап жібереді. Бойында 625 лошадка, өздеріңіз білетін 4x4 S63 2.3 деген мотор. Шиналары бізде Michelin Pilot Sport 4S. Мынаны аласың, болды ғой, бетонға кетесің и Марк Диксонның видеоларынан бір-ақ шығасың ғой. Машина бізде полностью сток болып тұр. Миында ешқандай прошивка жоқ, выхлопта да ешқандай доработкалар жоқ. Дауысын просто тыңдатып көріңіздер. Петличка жақындату керек емес деп ойлаймын. Басыңыз! Чо там? Бір ешқандай Mercedes, ешқандай Audi мынандай симфонияны ойнай алмайды, еркекше айтайын. Салоннан ақ біле бересің, қандай аппараттың, қандай самолеттің рулінде отқаныңда. Рульда бізде M1, M2 деген кнопка бар. M1-ді бассаң бізде таза боевой режим, ал M2-ны бассаң бұл жерде уже стабилизация өшеді. Бұл кезде чисто боком жүресің ғой. Салон бізде полный белый, как Ахмет Бенглбидің M5 секілді. Бұндай салон негізі бізде редко кездеседі. Маған чем Ресттен қарағанда, мынау Дорест F90-ның щиток приборы ұнайды. Осындай екі жағынан кружогы бар, әдемі, таза боевой көліктің щиток прибор секілді. Селекторға қарасаңыздар, тоже МК екенін байқайсыздар. Сонымен қатар машинада 360 камера бар. Барлықтарыңызға осындай МК бұйырсын. Кстати, бұл бізде ешқандай Кореядан, Америкадан сырттан келген көлік емес, таза дилерский. 2019 жылы Бавариядан шыққан, содан бері Қазақстанда жүр. Машина бізде қазіргі таңда сатылымда, бағасы 42 миллион теңге, кішігірім саудасы бар. Таза МК қалап жүрген болсаңыздар, келіңіздер, өздеріңіздің варианттарыңыз жазыңыздар, төмендегі номерге хабарласып біле аласыздар. Ал барлықтарыңызға осындай настоящий МК бұйырсын деп қояйын.